Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қазақстанда жалпы мамандардың тапшы болып жататынын үкімет жиі айтып жүр. Бірақ қаншама адам қазір бос жүр. Ол аздай елден жұмыс таппай шет мемлекеттерге кететін жастардың үлесі де жоғары. Мүмкін бұл кішкентай ғана дүние болып көрінетін шығар, бірақ мұның салдары еліміздің болашағына өте қатты әсер етеді. Себебі біз қазір бас істейтін, қолынан іс келетін идеясы бар, өзгеше ойлай алатын адамдарымызды шетелдерге экспорттап жатырмыз. Есесіне шетелден маман әкеліп жалдап, оларға бір әңгіме айта алмай жағдайын жасап, елдегі ең үлкен айлықты беріп бағып отырмыз. Бұл сіздіңше дұрыс саясат па? Егер біздің жастарымыз жалқау болса, әлемді мойындатып отырған Google, Samsung сияқты компанияларда жұмыс жасайтын бе еді? Егер расымен біздің жастарымыз білімді болмаса, математика, физика, химия олимпиадаларында Америкамен басы қатты істейтін жапон балаларын басы бұзып, алтыннан медаль тағар ма еді? Мұның бәрі айналып келгенде жастар саясатының мүлде дұрыс жолға қойылмауында. Үкіметіміз жастардың ұлтшыл болғанынан қорқады. Кезінде Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхановтар да өзін ұлтшыл деп санады ғой. Ал соларды қазір билікке көтермелеп, жыл сайын жарыстар, іс-шаралар өткіземіз. Бірақ осындай аталарымызға ұқсап, солардың жолын қуып келе жатқан жастарымызға мүмкіндік бермей отырып аламыз. Кезінде ғарышқа көтеріліп, жалғыз қазақтың ғана емес, әлемнің мақтанышына айналған Тоқтар Әубәкіров ағамыз былай дейді: мен осы елдің ұлтшыл азаматымын. Елде болып жатқан жайтқа бейжай қарай алмаймын. Кей нәрселерді өзгерткім келеді, сондықтан өз позициямды білдіру үшін бардым. Мені Қасым-Жомарт Тоқаев халықпен диалог орнатамыз, халықпен ашық боламыз деп орнатқан сенім кеңесіне ашық диалогқа шақырған жоқ. Президент ақылды кісілерді жинады, бірақ мен ол ақылды кісілер қатарына кірмеппін. Оған өкпе жоқ, шындықтан бәрі қорқады. Конституцияда әрбір адамның сайлауға құқысы бар екені қара сиямен жазылған. Бірақ біздің құқығымыз жоқ дей келе, өзінің бүгінгі жағдайын екі ауыз сөзбен былай суреттеп берді: менің бір дүкенім, бірде-бір мейрамханам жоқ. Коммерциямен ешқашан айналысқан емеспін. Зейнетақым 290 мың теңге дейді ағамыз. Ойлап қарасақ, ағамыздың қанша рет депутат болған жерінен қайтадан таратып жіберіп, қаншама елдің жанашырлары өз дегендерін жасай алмай кетті. Егер расымен өз қарабасын ойласа, мыңдаған мал ұстап, не болмаса парламентте үнсіз ғана я деген кнопканы басып қойып, миллионға жақын айлығын алып отыра берер еді ғой. Бірақ артында қаншама халқы тұрған, солардың үмітін арқалаған депутаттың ұйқысы тыныш болмайды. Ал біздің кейбір депутаттар үйінде ұйқысы қанбағандай парламентке келіп ұйықтайтынын қайтерсің. Арнайы Қызылордаға бардым. Қазақтың ортасында бір жазда ана тілімді үйрендім. Бір жаз ғана кетті. Кейбір шенеуніктер халықты ойлап қазақ тілін үйренуге уақыты жоқ. Мен тіпті қазақша сөздердің мағынасында түсінбейтінмін. Бастысы ниет керек, намыс керек деген еді халық қаһарманы Тоқтар Әубәкіров ағамыз. Ағамыздың айтқан пікіріне келісер ме едіңіз? Өз ойыңызды айтар ұсынысыңызды төмендегі комментарий бөліміне өтіп қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.